саламатсызбы. Бүгін біздің тақырыбымыз автономды жүйке жүйесінің физиологиясы, вегетативті жүйкелердің синапстары және де циторецепторлар, бета-блокстар деген тақырыптар. Ал енді бірінші біз жүйке жүйесіне тоқталайық. Біздің жүйке жүйесі ең негізгі қызметтерді атқарады. Оның атқаратын қызметтеріне байланысты бұл екіге бөлінеді. Сомал және де вегетативті болып бөлінеді. Сомал жүйке жүйесі негізінен грек тіліне аударғанда анимал деген сөзді білдіреді. Анимал деп айтқанда бұл тек қана жануарларға тән дегенді білдіреді. Яғни бұл қызметі сыртқы ортан, яғни бір орыннан екінші орынға сыртқы қызметтерді атқарады. Бұл яғни сыртқы жылжу қызметтерін бағамдайды. Екіншісі вегетативті жүйке жүйесі. Вегетативті жүйке жүйесі вегата негізі өсімдік деген сөзбен алынғанымен, бірақтан бұл жануарларда да адамдарда да кездесе береді. Оның қызметі яғни ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын, өсуін, өркендеуін қамтамасыз етеді. Вегетативті жүйке жүйесі бұл морфология және физиологиялық қасиеттеріне байланысты бөлінеді. Бірінші морфологиялық қызметтеріне байланысты бөліп аламыз. Морфологиялық қызметтеріне байланысты вегетативті жүйке жүйесі қос нейрон болып табылады. Бұлар яғни біріншісі бастағы ми бөлігінде орналасса, екіншісі ганглий жіпшелерінде орналасады. Екіншісі вегетативті жүйке жүйесі және де сомал жүйке жүйесі ағзаның бүкіл жеріне таралған және де бар. Бұл вегетативті жүйке жүйесі бұл әлдеқайда сомал жүйке жүйесіне қарағанда жіңішке болып табылады. Бұның жіңішке, яғни одан жіңішке болуының себебі миелінің қабырғасына байланысты. Осы вегетативті жүйке жүйесінің сомалық қалыңдығы яғни дециметр 3,5 микрометрге тең болып табылады. Вегетативті жүйке жүйесінің физиологиялық тұрғысынан қарастырайық. Вегетативті жүйке жүйесі бұл сомалға қарағанда төмен, пассивті және де өте баяу жүреді. Яғни ақпаратты рецепторлар өте баяу жүреді және де бұл реакцияда өте баяу жүреді, реакцияда өте баяу болады. Және де бұның бір айрықша белгісі бұл эмоцияны қалыптастырады. Яғни біздің вегетативті жүйке жүйесінде рецепторларында медиаторлар болады. Бұл медиаторлардан ацетилхолин және де адреналин гормондары бөлінеді. Бұл деп отырғанымыз біздің көңіл күйіміздің көтеріңкі немесе пассивті төмен болуы осы гормондардың бөлінуіне байланысты. Яғни вегетативті жүйке жүйесі эмоцияны қалыптастырады дегеніміз осы. Екінші, одан кейінгісі вегетативті жүйке жүйесі бұл зат алмасуды қалыптастырады. Бұл яғни бұл деп отырғанымыз сомал жүйке жүйесіне бір-біріне қарама-қарсы протондар мен физикадан таныс протондар мен нейтрондар секілді. Яғни сомал жүйке жүйесі ағзада жүректің соғуын жоғарылататын болса, вегетативті жүйе бұны яғни төмендету қызметтерін, яғни ағзада шамадан артық зақым келмеу, ағзалардағы жасушаларға шамадан артық күш түсірмеу мақсатында осылай қызмет атқарады. Және де осы біз енді тақырыбымыздың келесі бөлігі бұл циторецепторлар деген тақырып алсақ, циторецепторлар деген тамыр және алу деген сөзден алынған. Бұл да отқан рецепторлар қызметін бақылау. Жаңа айтып өткеніміздей, біреуі активті, біреуі пассивті, яғни бір-біріне қарама-қарсы. Ағзада екі рецепторлар болады, біреуі қозушы, екіншісі төмендетуші, яғни оны басын қылатын рецепторлар болады. Кейінгісі бета-блокстар. Бұл деп отқанымыз медицинада көп қолданылатын осындай термин. Блок деген сөзден алынған, яғни тосқауыл деген мағынаны білдіреді. Бұл деп отқанымыз жүрек соғуын баяулату, ағзадағы стрестің әсерін төмендету және де адамдағы қанның қысымының төмендеуіне, яғни стресс болғаннан кейін оны төмендету, яғни оны басу қызметін атқарады. Яғни блок деген сөз осыдан алынған. Назарларыңызға рахмет.